мәселелеріңізді, оқулықтарыңызды алып, экранға назар аударыңыздар. Нені көріп тұрсыздар? Нені сездіңіздер? Не ойлайсыңдар? Осындай құрылыстардың салынуын қандай себептермен байланыстырасыздар? Я? Нені көрдіңіздер, балалар? Жақсы, айта қойыңыз. Айша бибі кесенесі көрдік. Айша бибі кесенесі көрдік. Жақсы. Қарахан кесенесін көрдіңіз. Медресені көрдіңіз. Моншаны көрдіңіз. Қаланың көрінісі нені байқадыңыздар? Сәулет өнері барлығы құрылыс сәулет өнері көрінеді. Енді осындай әдемі сәулет өнерінің керемет жобалардың салынуын немен байланыстырасыздар? Қандай себеппен салынды бұлар? Исламды насихаттау үшін. Я? Тағы жауап бар ма? Исламды насихаттау. Жақсы балалар, сіздердің қаншалықты жауаптарыңызды тыңдадым. Енді айта кетейін. Дамыған орта ғасырларда тәңірге сенушілікпен қатар ислам діні кеңейте бастады. 10-шы ғасырдан бастап. Бұл арабтармен тығыз қарым-қатынастың нәтижесінде болған не болды? Осы арабтардың тығыз қарым-қатынастың нәтижесінде ғылым мен білім өте жақсы дамыды. Ежелгі дүние тарихынан белгілі, Александрия қаласынан кейінгі ең үлкен кітапхана балалар біздің Отырар қаласында болған. Отырар қаласында көптеген ғұлама ғалымдарымыздың еңбектері болған есеп. Оған дәлел ретінде біз осы Қазақстан өңірінен шыққан ғұламаларымызды айтуымызға болады. Олар кімдер? Олар Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, дұрыс айтасыздар балалар. Енді сонымен қатар осы арабтардан бала біздің қазақ тіліне бірнеше сөздер де енді. Өздеріңіз міне қолданып жүрген мектеп, мұғалім, қалам деген сөздердің барлығы осы араб тілінен енді. Бірақ араб тілі, қыпшақ тілін, яғни түркі тілін ығыстыра қоймаған болады. Сонымен қатар осы араб мемлекетінің тығыз қарым-қатынасы нәтижесінде ол ислам діні күнделікті өмірде ғана емес, мемлекеттің басқару жүйесіне дейін үлкен өзгерістерге алып келеді. Мынау күнделікті тұрмысымыздағы некелесу, отбасы, кәдімгілік, ас ішу, осылардың барлығы шариғат заңына негізделіп жасалған. Енді өздеріңіз айтыңыздаршы, мынау медреседе не істейді? Медреседе білім алады, дұрыс айтасыздар. Ал моншада не істейді? Дәрет алады. Яғни дәрет алады. Бұл негізгі тазалықтың белгісі. Дұрыс айтасыздар. Енді осы дүниелердің барлығы жаңа Зинара керемет айтты. Бұл кесенелер қай мемлекеттің сулары салынған кесенелер? Орта ғасырлар. Дамыған орта ғасырлар. Яғни қай мемлекетке тән? Айша бибі, Баладжа хатун кесенелері қай мемлекетке тән? Қарахан мемлекетке тән. Дұрыс айтасыздар. Сонда біздің бүгінгі жаңа сабағымыз балалар Қазақстан аумағындағы тұңғыш мұсылман дінін қабылдаған, ислам дінін қабылдаған мемлекет ретінде Қарахан мемлекетін өткелі отырмыз. Қарахан мемлекетінде бүгінгі оқу мақсаттарының балалар 10-шы ғасыр мен 13-ші ғасырдың басындағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың қоштастықтары мен тарихи ұғымдарды қолдана отырып, Қарахан мемлекетіндегі жер иелену ерекшеліктерін түсіндіру. Енді біз осы оқу мақсатына жету үшін мынадай бағалау критерийлерін қойдық. 10-13-ші ғасырдағы мемлекеттер білесіздер, және картаны қолдану арқылы саяси үдерістерді түсінесіздер. Ислам дінінің қоғамдық өмірге ықпалын анықтайсыздар. Тарихи ұғымдарды қолдана отырып, Қарахан мемлекетіндегі жер иелену ерекшеліктерін түсінесіздер. Енді
барлық жеке тайпалардан құралған екен. Қарахан мемлекетінің көршілес мемлекеттер қандай мемлекеттер екен балалар? Оғыз мемлекеті. Оғыз мемлекеті. Қимақтар, ғасырлар. Оғыз мемлекеті қай ғасырға жататын мемлекет балалар? 10-шы ғасырлар, иә. Қимақтар да 10-шы ғасырларға жататын мемлекеттер. Енді балалар, осы Қарахан мемлекеті мен Қарұл қағанатының арасында үлкен байланыс бар. Қандай байланыс деп ойлайсыздар? Иә? Енді тағы да мен сіздерден алдыңғы білімдерді тексеріңіздер. Қарұл қағанатының ең алғашқы негізін қалаған қаған кім еді? Білге Қадыр хан. Сол Білге Қадыр ханның немересі балалар Сатұқ Боғра хан. Сатұқ Боғра хан Қарахан мемлекетінің негізін қалаған хан екен, қаған екен. Ол 942 және 955 жылдар аралығында билік еткен, өмір сүрген. Ол қайтыс болғаннан кейін оның ұлы Мұса хан билікке келеді. Осы Мұса ханның тұсында ислам діні 960 жылы мемлекеттік дін ретінде жарияланады. 1042 жылы ақсүйектердің өзара тақаталасының нәтижесінде Қарахан мемлекеті екіге бөлінеді. Қарахан мемлекетінің батыс Қарахандығы, орталығы Бұхара қаласы. Және шығыс Қарахандығы, оның орталығы Баласағұн қаласы екіге бөлініп кетеді. Енді балалар, сіздердің қаншалықты тыңдауындарыңызды тексеру үшін мынада тапсырма беріліп отыр. Және де бұл тапсырмада балалар алдыңғы білімдеріңізді қолданасыздар міндетті түрде. Тапсырманы қазір мен сіздерге топпен жұмыс сіздерге таратамын. Даму ерекшеліктерімен ұқсастығын анықтап жазасыздар. Яғни сіздерге жаңа жұмыс қарағым бердім. Онда мемлекетіміз Қарұл қағанатымен Қарахан мемлекеті. Енді ерекшелігінде мемлекеттің басқару жүйесіндегі даму ерекшелігін анықтайсыз. Қарұл қағанатымен Қарахан мемлекеті. Келесі, екінші мемлекеттердің этникалық құрамындағы ұқсастығын жазасыздар. Түсіндіңіздер ме? Үшінші, қағанның басқару жүйесіндегі Қарахан мемлекетінің басқару жүйесінің айырмашылығын және артықшылығын қарастырыңыздар. Үшінші, бағана. Түсіндіңіздер ме? Сұрақ бар ма? Жоқ. Топпен жұмыс жасаймыз. Барлығымыз топтасып жұмыс жасаймыз. Ойымыз бірден. Одан кейін балалар жеңжан топламыз. Уақыт 4 минут уақыт. 4 минут уақыт.
1 minut uақыт қалды. Этникалық құрамындағы ұқсастығы. Мемлекеттегі этникалық құрамындағы ұқсастығын жасайсыздар. Мен жаңа сіздерге оны айтып өттім, құрамына қандай да болады дейді. Қарулар. Құрамы қандай да болады. Екеуінің ортақ ұқсастығы. Ал уақыттар бір қалды.
мәселелері ынталандыру үшін қолданған реформасы болатын. Яғни бұл реформаны кімдерден алған екен? Қарақат мемлекеті сыйлық әмірлерін, сыйлықтардан алған екен, иә? Яғни бұл реформа өзінің нәтижесін берді ма сонда? Қарақат мемлекетіне берді. Жалпы жарайсыздар балалар. Мен сіздерге мынандай ынталандыру балалар, келесі тапсырма. Кестемен жұмыс. Қарахан мемлекетінің құрылуы төмендегі деректерді дұрыс жауаппен сәйкестендіресіздер. Төмендегі кестелерді дұрыс жауаппен сәйкестендіресіздер. Болған топ көтеріп ал болдыңыздар ма сіздер? Жақсы, керемет. Келесі, екінші топ. Сәйкестендіре салыңдар бір-біріне карандашпен болмаса қаламмен. Қарахан мемлекетінің аумағы жетісу, шығыс Түркістан. Жақсы. Негізін қалаған. Әсем. Айта ғой. Негізін қалаған. Негізін қалаған сатық болғырақмын. Жақсы. Астанасы. Ердәулет. Топпен жұмыс болатын балалар. Сондықтан соның барлығы білу керек. Астанасы. Астанасы. Ал жауап жоқ. Астанасы. Бала сау боласың. Картадан кім көрсетеді? Картадан кім көрсетеді? Кел оған. Қараңыз, мен жаңа картада көрсетіп бердім. Иә, ол қай хандықта? Шығыс Қарахандығында. Иә, отыра қойыңыз. Келесі, этникалық құрама. Этникалық құрама. Этникалық, бекітар. Жікіл, яғма, қарлы, оғыз, қаңлы, ескешін жауаптардың барлығы дұрыс. Ал енді дұрыс жауабын шығара қойыңыз. Бірдің әсі. Сәйкес па? Таныкет? Екінің асы барлығы сәйкес па? Үштің бұсы? Төрттің бұсы? Бестің бұсы. Сәйкес келді ма? Қарайсыздар онда. Өздеріңізге бір қонша балатап қойыңыздар. Келесі тапсырма. Балалар, онда сіздер бірінші мына мәтіндерден тапсырма болуыңыз керек. Мәтінді қолдана отырып, қазір мына тапсырманы орындайтын боласыздар. Мәтінді балалар тобымызда біреу оқыды. Одан кейін түсіндіреміз. Жарайды ма? Мәтінді оқып болғаннан кейін аған білдіріңіздер болғандарыңыз. Нәтижелеріне қарағанда сақтап сегіз ішкілер ешқандай беттер нәтижелер жатқан. Онда ең жақын адамдардың бірі уәзір болған. Уәзір жоғары бөлісінің ең жақын көмекшісі болып саналады. Хан сарайының бастасы мемлекеттің әкімшісі.
екеуіңіз сіз екеуіңіз сізге бөлек берілген тұр. Ал енді балалар, былай орындайсыздар. Мынау иерархияны көріп тұрсыздар, иә? Бірінші мысалы, мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндіріп өтейін. Біздің мектебіміздің басшысы кім? Директорымыз. Директордан кейін екінші сатыда кім тұрады? Дәл солай. Сіздер жаңа мәтінді оқыдыңыздар. Қоғамның құрылысымен танысыңыздар. Әлеуметтік топтардың қызметімен танысыңыздар. Енді осы мәтіндегі алған білімдеріңізді қолдана отырып, мына кестені, иерархиялық кестені толтырасыздар. Сонда бірінші кім тұрады? Одан кейінгі сатыда қандай әлеуметтік топ тұрады? Соны мына кестеге жұбыңызбен отырып толтырасыз. Бірінші болған, алғашқы болған екі үш жұптарға бағалайтын боламыз. Сондықтан жылдам орындауға тырысыңыздар. Анау тұр ғой, мәтін неге тұр? Siz sonra bana niye film жасадыңыз? Осыға, иқта деген сөзді білмей тұрсыз. Неге film жасадыңыз? Қалай жасадыңыз? Асылда жұмыс жасап берді? Ол жақ. Бір, оны сіз мәтіннен алдыңыз. Және де мына әлеуметтік топтардың ұғымдарын таныса отырып жасадыңыз ғой, иә? Сондықтан мұқият болайық балалар. Келесі көрсетіңіз. Музари Бардигар, иә? Музари Бардигар дегендер кімдер екен? Олар қызмет
біздегі қанша жұп сонда дұрыс болып тұр балалар? 6 жұптың жұмысы дұрыс болды. Кәдімгі сіздерге қол шапалақтап. Жарайсыздар балалар. Балалар, енді бізде жеке жұмыстар келеді. Ашыңыздар. Балалар, жеке жұмыста оқулықты пайдаланасыздар. Маған қараңыздар. Қазір жеке жұмыс беріледі, әркім өзі орындайды. Жеке жұмыста оқулықты пайдаланасыздар. Оқулықты пайдалана отырып, бұл тапсырманың шарты былай. Толықтыруды қажет ететін диктант. Қалып кеткен сөздерді орнына жазасыздар және диктантты жазып болғаннан кейін бұл диктантқа мағынасына қарай тақырып қоясыздар. Бұл сіздер қазақ тілі әдебиетіне өтіп жүрсіздер, бұны былай істейсіз. Сондықтан сіздерге қиын тиеді деп ойламаймын. Бастаймыз. Кәнекей. Уақыт бітті ма? Кәнекей уақыттарыңыз бітті. Кім бітті? Аяулы бітті. Тағы. Қалып кеткен орны бүйтіп жазып, немен оқысаңыздар да болады. Өйткені сіздер жазған кезде біраз уақыттарды жоғалтып алыңыздар, иә? Кәнекей. Келесі. Екінші. Біткен оқушы бар ма? Ұлыбес аяулымды тыңдаймыз мында. Диктантқа қандай ат қойдыңыз? Қандай тақырып қойдыңыз? Қарахан мәдениеті дедіңіз ба? Жарайды. Қарағанды дәуіріндегі шу және талас аңғарларында халықтың диқаншылықпен және мал шаруашылығымен айналысты. Бұл бүйт әл-алам дерегінде Қарахан мемлекеті шығыс жағында халықтың негізгі байлығы қой, сиыр және жылқы. Табылғандығын атап көрсетіледі. Жақсы. Соңғы ден оқымадың ғой. Оған әлі көрмедің ба не? Сценарий не ғой? Тақырып, диктантқа қандай қойдыңыз? Қарахан мемлекеті деп қойдыңыз ба? Қарағанды дәуірінде шу және талас аңғарындағы халықтар диқаншылықпен және мал шаруашылықпен айналысты. Құду әл-алам дегенде Қарахан мемлекетінің шығыс жағындағы халықтардың негізгі байлығы қой, сиыр және жылқы. Табиғатындағы атан көрсетіледі. Жүсіп баласының еңбегінде Қараханның азын әрі жылқы малын өсіруге байланысты тілшілердің жан-жақты баяндалған. Қарахан дәуірінде шу және талас аңғарындағы халықтар диқаншылықпен мал шаруашылығымен айналысты. Құду әл-алам дерегінде Қарахан мемлекетінің шығыс жағындағы халықтардың негізгі байлығы қой, сиыр және жылқы табылғандығы атап көрсетіледі. Жүсіп баласының еңбегінде қарахандықтардың жылқы малын өсіруге байланысты тіршілігі жан-жақты баяндалады. Жарайды. Болған оқушылар қол көтеріңізші. Тағы. Жарайсыздар. Болған оқушыларға кәдімгі бір қошемет көрсетіп қояйық. Барлықтарыңыз енді бұл сөз қазір қайталана береді. Сондықтан оны уақытымызды кетірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді Баулы, сен тақырыпты айтпадың ғой. Диктантқа қандай тақырып қояр едің? Қандай тақырып қояр едің? Өзің қарашына. Қарахан дәуірінде. Ой, керемет. Егер де Қараханның мемлекетінің шаруашылығы десек, нағыз жай алған тақырып болады. Өйткені мына тарихи диктантта не туралы айтты? Шаруашылық туралы айтты. Олардың мал шаруашылығымен айналысқан, диқаншылықпен айналысқан айтылып тұрған жоқ па? Және ол деректерді кімдердің дерегінен алып тұр? Жүсіп баласының дерегінен алынды. Тағы да Құду әл-алам дерегінен алып тұрған нақты деректермен келтіріп тұр. Біз айтасыздар балалар. Енді балалар, біз бүгінгі сабағымызды
сыныстарыңызға? Тілек жазсаңыздар да болады. Қанкей, біздегі асыл айтауыз. Кімден? Артур. Айтау. Маған ұнаған қарақандар және қарақтардың тарихы. Маған осы сабақ қатты ұнады. Жарайды. Келесі сабақта қандай ұсыныс айтар едіңіз? Осы сабақтарды келесі сабақта бүйтіп өтсек. Бұдан Қарахан мемлекетінің тарихын одан әрі біле білсек керексіз, иә? Тағы кімде ұсыныс бар? Келесі сабақта тұр осылай. Жарайды. Салмақты сауалдарыңыз, түсінбеген сауалдарыңыз бар ма? Келесі сабақта білгілеріңіз келетін сұрақтарыңыз бар ма? Мүлдем сұрақтарыңыз жоқ па? Сіздерге ешқандай сұрақ туындамады ма? Барлығы түсінікті болды. Қарахан мемлекеті кімдерге шабуыл жасады? Қарахан мемлекеті кімдерге шабуыл жасады деп ойлаймын. Сыртқы саясатын айттыңыздар, иә? Ал енді балалар, бүгінгі сабақта біз ішкі саясаты жөнінде айтамыз. Мен жаңа ең сабақтың жоғарғы жағында оқу мақсатымен таныстырған болдым, не? Сыртқы саясатын келесі сабақта міндетті түрде танысатын боласыздар. Және де балалар, келесі сабақта біздер осы Қарахан мемлекетінің ислам дінін қабылдағаннан кейін мемлекеттік дін ретінде оның экономикаға, әлеуметке және мәдениетке әсер еткен факторларымен танысатын боласыздар. Олай болса, өздеріңіздің кері байланыстарыңызды қос кері байланысына қатыстырсаңыздар болады. Құнды ақпаратыңызды сынап, ұтымды ұсынысыңызды келесі сабақта қандай ұсыныстар жасайсыз? Болмаса тілегіңіз ұсыныс сынап, салмақты сауалыңыз. Қандай салмақты сауалыңыз бар? Сұраңыздар. Жылдам. Олай болса, мына жерде сіздердің есімдеріңіз көп. Кім қаншалықты түсінді? Қаншалықты қанағаттанды? Сол өздеріңіз бағалаңыз. Odur. Өзін бағалау қарап мен ұқтым. Сен ұқтым. Сіздердің сыныптарыңыздың бүгінгі сабақты